Кайрылуу кеш. Бүгүн бизде тауык канаттары, чикен крылышкиден жасадым. Және де оған керекті заттар: бірінші крылышки, он, дәмдеуіштер өзіңіз қалауыңыз бойынша қосасыз. Және де жұмыртқа, және де тұз, сұйық май. Ең бірінші тауық канаттарын жақсылап бөліп, керек емес жерлерін алып тастадым. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай жасайсыздар. Ең бірінші міне тазалап, жуып тазалап алдым. Және де дәмдеуіштер қосам. Универсальный приправа қостым, қызыл бұрыш қостым, қара бұрыш қостым, аджига қостым. Және де көп қоспаңыздар, керегінше өлшеміне байланысты. Көп болса сәл көптеу қосасыздар крылышки, аздау болса аздау қосасыздар. Және де үйде аджига деген приправа бар еді, оны да қостым. Түбінде кішкене қалған. Тұз қосасыздар. Видеода көріп тұрғандарыңыздай қатты толтырмай. Май қосасыздар кішкене. Және де су қосып, жақсылап араластырып, жарты сағат, 1 сағатқа қойып қоясыздар. Жақсылап араластырып аласыздар бірінші. Видеода көріп тұрғандарыңыздай жасайсыздар. Және де не керек рецептісін астына жазып қоямын, қыздар. Міне 1 стакан су құйып, қақпағын жауып, жарты сағат, 1 сағатқа қойып қоясыздар. Және де міне 10 жұмыртқаға батырып аласыздар. Бірінші 10-ға батырып, сосын жұмыртқаға батырып, сосын қайттан 10-ға батырып аласыздар. Сөйтіп бірінші дайындап аласыздар. 10-12 шақты крылышкиді, сосын қызып тұрған майға салып, астын басып, жай отта қуырасыздар. Қатты отта тез-тез қуырып алуға болмайды. Ортасы шикі болып қалады. Майды қыздырып алыңыздар да, сосын оттың астын басып, жай отта қуырасыздар. 6-7-10 минуттай қуырылады бір жақ беті. Екінші бетін аударып, қайттан жақсылап. Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін бізде ASMR чикенге. Дәмі күшті болыпты. Достар, менің келіншегім каналына тіркеліп, лайк басып, қолдап кетіңіздер.